Жалпы бүгінгі күнде Торайғыров университетінің студенті ғана емес, ұстазы қандай болу керек? Неге қазақ қазақша сөйлемейді? Неге қазақ мектебі жабылып жатыр? Неге қазақтың қыз жігіттері мектеп бітірген соң қой бағады, трактор жүргізеді? Қазақ тілі, тіл болды. Desek de ne desek de Sensen de senbesen de Tangан өзіңде үндемесең де. Студияға қош келдіңіз, Айман Файзуллақызы. Қош көрдік. Қайырлы күн. Жақсы, жалпы мынандай дүние. Кез келген адамның өзінің балалық шағы, даналық шағы, ағалық шағы болатындығы анық. Балайман мен данайманның ортасындағы ұқсастықпенен айырмашылық. Жалпы сіздің балалық шағыңыз, өткен жері, туған жеріңіз, нені оқыдыңыз, нені таныдыңыз, нені білдіңіз. Бүгінгі күн мен бүгінгі күннің кешегі күннен айырмашылығы. Сұрағыңыз өте орынды және жиі қойылатын сұрақ өзі. Негізінен енді данайман деп айтқан кішкене өте артықтау болар. Ол даналыққа жетудің жолы үлкен еңбек ету керек қой. Бірақ бала айманның балалық шағы көптің біріндей өтті деп айтуға болады. Бірақ ерекше айтып асын сызып көрсететін бұл тәрбие. Әкеміз бен шешеміздің тәрбиесі, атамыз бен әжеміздің тәрбиесі. Жалпы мен өзі кішкентай балалық шағым ата әжемнің қолында өтті, нағашы атам мен әжемнің қолында. Сол тілімнің шығуы, сол ортада жүгіріп ойнауы, ақыл тоқта, тіпті мен 3 жасымда әлі есімде, қолымда сөзін түсінбей жатсам да, сырты күрең қызыл, сыртында Абай деген жазу бар. Мен сағатпен әріпті ерте таныдым. Сол бақа мен өгіз деген әлі көз алдымда. Соны атам ана саңырауқұлақ сияқты бір шам бар. Соны жанына қойып қояды. Сосын өзі бір жасқа жантайып отырып, маған жаңағыны оқытады. Сонда басты талабы мәнерлеп ашық анық оқы дейді. Қатты оқы деп. Мен осы қатты жанымда қалған есімде. Көп сөзін түсінбеймін. Әйтеуір бақа өгізде оқып жататын есімде. Ана дауыс арқылы адамға ой келіп жатады ғой. Сонда ол мазмұн бақа мен өгіз туралы айтылып жатқан, оның мақтанғаны туралы айтып жатқан, кәдімгідей менің бала санама сіңіп жатқаны әлі есімде. Сол картина, сол суретті көз алдымда. Содан кейін енді әке шешеміз біздің қарапайым адам, еңбек адамдар болды. Бір күн демалысқа шықпай, бір күн жаңағы аурухана бюллетенін алмай еңбек еткен атақты атаулы есімді механизатор болдым. Менің әкем Белоруссияға 2 рет 28 номермен Беларусь тракторын айдап, сыртында Зинулин Файзулла деген жазуы бар. Трактормен бүкіл ауылдың жаңағы көктемнен қысына дейінгі бүкіл жұмысын араласқан атақты механизатор болды. Мен әкемнің жанында, сол атамнан келе сала, сол әкемнің жанында жүрді. Bir қызын қараңыз, мен өліп ана дүние кеткенге дейін әкеме мама деп кеттім. Өйткені шешем енді өте қатал емес, бірақ нақты, тұрақты мінезі бар, қабағымыздан қарап танып тұратын сондай анамыз әлі бар қолымда, өзімнің 80-нен асты. Мен сол екі тандемде біз жақсы тәрбие көрдік. Бұл кісілердің айтатын несі мәні, өмірлік ұстанымы қарапайым бол, біреудің ала жібін аттама, өтірік айтпа дейтін. Міне осы 3 принциппен біз балалық шағымыз өткіздік. Өте еңбекқор болдық. Жаңағы қозы лақ бағу, бұзау айдап келу, әлгі мосла мен су әкелу, 2 иыққа салып құдықтан, қой бағу дегеннің барлығы бізге таңсық емес. Соның барлығынан өттік. Еркеледік, бірақ еркелік саналы еркелік болды. Әсіресе біздің балалық шағымызда сол жақсы оқы, жақсы адам бол, ақылды бол, үлкенді сыйла деген сөзі жиі естідік. Сондықтан менің балалық шағым көптікіндей бір болса да, бірақ мына еңбекке, білімге құштар болуыма, ең бастысы адал, қарапайым өмір сүруге ең бір сол мектебінің есігін ашып, соны білім берген осы менің әке шешем. Жақсы, рахмет. Мынандай дүниені айтыңызшы, жалпы бір адам болғаннан кейін бүкіл қаншама ғұмыр кешсе де белгілі бір сәттерден тұрады. Қорыққан, қуанған,
сол секілді балалық шағыңыздағы бір есіңізде мәңгілік қалып қойған бір қаққан шегедей осы оқиға есімде деп қай оқиғаны айта аласыз? Болды ма сондай дүние? Енді адам балалық шағымызда әлгі бір есте мәңгі қалып қоятын дүниелер әрине болады. Ол бір жағынан күлкілі жағдайда болуы мүмкін. Мысалы мен сол атамды сағынып, бір қатты бір адам шықса болады ғой. Сол кезде 6-шы классы әке шешеме айтпайды, жасырын қашып кеткем. Көрші ауылға, арасы 15 шақырым жер. Сол кетіп қалып, сосын кейін қайра әке шешем сол бүкіл ауылды аяғынан тік тұрғызып іздеуі, сол күні мен әке шешемнің маған деген махаббатын, мен өзімше бала болғасын, мен тек қана сол атам мен әжем ғана жақсы көрдім, мыналар кімдер деген сұрақтар болады ғой адам баланың санасында. Міне сол күннен бастап мен басқа бір көзқараспен қарауға, әке шешемді дұрыс түсінуге, одан кейін енді отбасын құрып жаңа бала шағыңды одан бәлен есе ол әлгі ата ананың қадірін балалы болғанда білесің дейді ғой. Міне сондықтан бүгінгі күнге дейін сол оқиға сіздің әкеңіз бен шешеңіздің орнын анықтап берген сәт болды. Жалпы мынандай Айманпазин аға, сіз бен біз жақсылығымыз ба, жамандығымыз ба, тағдырымыз ба, біз кеңестік дәуірде көрдік. Тәуелсіздіктің алғашқы шақтарында сіз бен біз қатар ғұмыр кешіп жүрдік. Бүгінгі күнде де осы жұрттың ішінде жүрміз. Жалпы кеңестік дәуір, бүгінгі күн, ұқсастық айырмашылығы, жақсы жағы, жаман жағы, бәрін бірдей қаралауға бола ма, немесе жоқ? Бір тұстары бар еді, жақсы еді, немесе бір тұстары біздің қажетімізге жарамайтын еді деп аталсаңыз? Дұрыс айтасыз. Жалпы мына адам санасында, өмірінде, тағдырында, өзінің өмір сүру кеңістігінде әрбір сәт, әрбір уақыт, әрбір ай мен жыл бұл адамға өте қымбат, өте бағалы. Оның жаңа жақсы жаман болуы көбінесе адамның өзіне де байланысты. Сондықтан мен кеңес дәуірінің оқушысы, кеңес дәуірінде өткен балалық шағым, кеңес дәуірінде алған білімім, жоғарғы білімім, ол өте жақсы деп есептеймін мен. Ал енді ол жерде ұлттық құнсыздықтар, ұлттық құндылықтар не болмаса, немесе ұлттық тәрбие деген болмаудың өзі, мына отбасы институты деген бар ғой. Сондықтан мен оны қазіргі ұлттық құндылықтарды көтеріп жатқанымыз қазіргі қазақи тәрбиені мен сол кезде сол ата әжемнен, әке шешемнен алып алдым. Сондықтан ол әлгі әрбір отбасы ұлттық тәрбиені беруде сол әке шешесіне және осы айналасында қоршаған адамның өзіне байланысты. Сондықтан бұл жерде әрине отарлау саясаты, біздің тіліміздің жаңа ана тілінде сөйлей алмауымыз, мектептің жабылып жатуы, не болмаса ұлттық құндылықтардың дәріптемеуі, салт дәстүріміз ұмытылып бару дегеннің бәрі адам жанын ауыртқаны белгілі. Оны біз сезіп отырдық. Оны өзіміз желтоқсандық ретінде сол үшін алаңға да шықтық. Сондықтан мен көбінесе қазіргі студенттерге айтам, мен кеңес дәуірінде білім алғаныма қуанам деймін. Өйткені ол жерде белгілі бір стандарт болды, белгілі бір тәртіп болды. Ал сол әліпбиімізде жаңағы өзіміздің хан батырларымыздың немесе ұлттық құндылықтарымыздың аз бірақ абзацпен немесе бірақ бетпен жазылған дүниелері, немесе жыраулардың шығармалары, немесе Мәшекеңнің бірақ қана өлеңін оқып аз оқығанымыз, ол енді сол кездегі қоғамның саясатына байланысты болды. Бірақ енді бүгін оны мен толықтырып жатырмын. Мен қазір айтамын студенттеріме, жандағы адамдарыма, уақыт өте аз жетпей жатыр деп. Менің алдымда әлі жаңа 100 томдық бабалар сөзін, әлі қаншама көп томдық қазақ тарихын оқу, қазақтану туралы қанша материалдар оқысқан уақыт алып, жаңағы әсіресе ұлттық құндылықтарға байланысты, алаш қайраткерлеріне байланысты дүниелер жазып шығып жатыр ғой. Осыған уақыт табу керек. Қазір кешегі мен бүгінгінің жақсысын алып, сараптай алатын заман болып тұр. Біз тек соған бас салып, оқып, еңбектеніп, жан тәнімізге сіңіріп, соған үлгеруіміз керек. Жақсы. Жалпы өзге мамандықтан ғалым ұстаздың мамандығының ерекшелігі, машинистің мамандығы сол машинадан түскеннен кейін, немесе паровоздан түскеннен кейін сол жерде сол ары қарай басқа жұмысымен кете береді. Немесе кеңседе отырған адам кеңседен шыққаннан кейін басқа тіршілікпен араласып кетуі мүмкін. Мұғалім ғалымның ерекшелігі ол сол дәрісханадан шықса да соның миында қайта-қайта айналып жүгіреді. Ол жатқанша, ол таңертең тұрғанда. Сіз отбасыдан басқа, жеке басыңыздан басқа, ғалым, мұғалім есебінде сіздің санаңызда қандай ойлар жүреді?
дұрыс айттыңыз, жаңағы ойыңызды ары қарай сабақтайтын болсам, мен өмір ой үстінде жүремін. Жалпы мұғалім де, ұстаз да, ғалым да, керек десеңіз қоғамға белгілі адам болып жатсаң, сені жаңа қабылдап, сізден бір жақсы сөз, өсиет деп қабылдап жатыр ғой. Біз енді ғалым деп месек те, қандай жағынан болса, өйткені қоғам мені таниды. Сондықтан қоғамның проблемасы ол сенің проблемаң, менің проблемам ол. Қоғамның трагедиясы ол менің трагедиям. Қоғамның қуанышы жаңағы ол менікі. Сондықтан мен әр уақытта ой үстінде жүремін. Ойдан ой туады. Ол ойды шешетін бір шешімдер қабылдағым келеді. Енді жаңа сіздің сұрағыңызды тікелей не ойлап жүресіз дейсіз ғой. Менің ойлап жүретінім қазағымның ертеңгі болашағы. Ертең не болады? Мына алдымызда жүрген қазақтың ұл қыздары қалай өмір сүреді, қалай елді сақтайды, тіліміз не болады, қалай еркін жүріп, мына жаһандық өмірде басқа дүниелерге жұтылып кетпейміз бе? Мылтықсыз майдан болып жатқан кезде, ақпарат майданы болып жатқан кезде, біреудің жаңағы қару жарағы болып, қолымыздағы бар дүниеміз айырып қалмаймыз ба деген осындай дүниелердің басымда айналып жүретіні, тіпті керек десең сары уайым болып жүретіні ол рас. Бірақ мен енді пессимист емеспін. Әр уақытта осыны қалай айтамыз, қалай осыны шешеміз, осының бір жолы болу керек қой, қалай сауықтандырамыз, қалай адамның санасына жеткіземіз, тіпті мына үлкендерге мына кетіп бара жатқан жолды қалай бұрамыз деген сөздер әр уақытта менің миымда айналып жүретін, ол ақиқат. Ол менің көзім жұмғанша да біз мәңгілік емеспіз ғой, сол санамда да жүрегімде де тұла бойымда тұратыны хақ. Оны осындай кездесулерде, отыра қалған бір жерлерде, тіпті менің өзімнің әңгімемнің осыдан басталып тұрады. Жақсы, рахмет. Тіліміз, салтымыз, дәстүріміз. Сіз жалпы жақсы доссыз. Тырысамын жақсы дос болуға. Мықты әріптессіз. Және сіз мықты әйелсіз. Осында қаншама уақыт кафедраны меңгеріп келе жатырсыз. Мен ылғи да олимпиада сізді көремін. Бір жерде баяндама жасалып жатса, соның ішінде сіздің жүргеніңізді көремін. Кез келген қоғамдағы болып жатқан оқиғалардың ортасында жүргенін сіздің көремін. Жалпы бұл мықтылық па, ақылдылық па, шыдамдылық па, әлде заманның ырғағын түсіну ме? Осының негізгі бастауы неде? Мен үшін бұл бірінші жан рахатым. Екінші, қоғамға деген сұраныстың қажеттілігін өтеу деп. Яғни ол мен үшін парыз бен борыш, міндет. Сосын қазақта сөз бар ғой, сөзді еститін құлақ болмаса, сөзде ақылда жетім болады. Менің бағыма қарай мені еститін, көретін, танитын, қабылдайтын орта бар, аудитория бар, іздеп тұрады. Танымайтын ортаға келгеннен кейін, жаңа сіздің алдыңызда ғана мен танымайтын ортаға барып, толық адам концепциясы туралы дәріс оқыдым. Оның ішінде бизнесмен де, оқытушы да, ғалым да, әртүрлі аудиторияның адамдар отыр. Ал кетер кезде бір сағаттан кейін менің артымнан телефонымды сұрап, менің артымнан көптеген сұрақтар жаудырды. Сізбен қалай кездесуге болады? Сіз бізге мынандай ой тастадыңыз, мынандай сұрақтарға мен бүгін шешім таптым деп. Керек десеңіз, мен тіпті жылына 2-3 рет мына кісі өлтірген, не болса жүріп тағдырына сүрініп кеткен, яғни түрмеге барып сотталушылардың алдына дәріс оқимын. Сонда жасыратыны жоқ, сол кісілер айтады, мен нүктеге қойып едім, ешкімге керек емес, сіз бүгін маған бір сәуле түсір. Бұл мен үшін бір адамға деген бір бақыт емес, бір кішкене осы сәуле түсіріп кеттім ғой деп ойлаймын. Сондықтан қоғам өте нәзік, адамдар өте нәзік. Құр сылдырсу немесе адам пайдасы тимей жай ғана айтып, және оны немқұрайлы айтып кететін болсаң, адам ол аудитория сені қабылдамайды. Сондықтан сіз оның жүрегіне жол таба білуіңіз керек, оның қажетіне жарай білуіңіз керек. Сонда менің олимпиадада не болмаса қай жер шақырады, менің енді шақырмайтын жерге бармаймын, өзімнің принципім бар. Шақырмаған жерге бармаймын, шақырған жерден қалмаймын деген бар ғой. Сонда шақыра қалған жерге толығымен жаңа ғана келгендей дайындықпен барам. Қандай сұрақ, қандай аудитория? Мысалы, бір тақырып желтоқсан көтерілісі жылда мені 20-25 түрлі аудитория шақырады. Балабақшадан бастап, жаңа өзіңіз айтқандай,
дәрігер, түрме, полиция, аудитория, мұғалім, мемлекеттік қызметкері, мен бір көтеріліс барып айтпаймын ғой, мен осындай алаңға шықтым, сөйттім де бүйттім деп. Сол аудитория тыңдай алатын, сол аудитория қабылдай алатын, сол тәуелсіздің құнын түсіне алатын деңгейге мен жеткізе алу менің басты парызым. Яғни сізді құшақтап, жүрегімен түсініп, сізбен сағынышпен қоштасатындай, сізден сабақ алатындай, тәрбие алатындай жағдай жасасаңыз, сіз әр уақытта қажетті боласыз. Сонда ғана сіз тұтасыз. Желтоқсан шағында сіздер алаңға шықтыңыздар. Сол желтоқсаншылар қазір не істеп жүр? Мұқалды ма, жұқарды ма, жақсарды ма, өкіне ме, қуана ма, еңбегінің жемісін жеп жүр ме солар, немесе әлде өкінетін тұстар көп пе екен? Бүгінгі желтоқсаншының кешегі шыққан шағынан көр. Жалпы желтоқсандықтардың бүгінгі өмірінде біз бір нәрсеге шүкіршілік, тәубешілік жасаймыз. Ол 30 жылдан асқаннан кейінгі мерзімде жұртшылық шындықты, ақиқатты біле бастады. Одан кейін ең басы ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев желтоқсандықтар тәуелсіздің алғашқы қарлығаштар деген берген бағасы. Бұл бізге қанат біттірді. Жұрттың бәрі бізге бұл дұрыс қарап, кішкене мойын бұратындай көңіл орнады. Ешқандай желтоқсандықтар текке шықтым деп айтпайды. Мен оған шүбәм жоқ. Ешқандай кәміл сенем, өйткені мен Қазақстан бойынша бізде қанша бірлестіктер бар. Шығыста, шығыс желтоқсандықтар, Павлодарда желтоқсан тарихи қоғамдық бірлестігі, Көкшетаудың, Алматыда, қаншама 20-дан Астанада нағы желтоқсан толып жатыр бірлестіктер. Әрбіреуінің жаңағы бірлестік жетекшілерінің бәрі желтоқсандықтар отырғандар, сотталғандар. Яғни біз көзбен көріп, қолмен ұстап, сол тағдырымызды басымыздан өткізген адамдармыз. Ал енді өзіңіздің сөзіңізге келетін болса, қаншалықты ол бүгін танылып жүр. Өкінішке орай өмірден өтіп кеткендері біраз бар. Алды 70-тен асты. Өкінішке орай шындықты іздеген ең сол кездегі ең жас Ләззат Жапашева деген желтоқсандық жетісулық. Міне 1,5 жыл түрмеде отырып жуырда ғана шықты, шындықты айтқаны үшін. Сондықтан әлі де желтоқсандықтан қанатының қайырып тұрғаны рас. Бірақ енді алаш қайраткерлерді 70 жылдан кейін келді ғой ортамызға. Жақсы. Желтоқсаншылар шыққан кезде бір 3 себепті айтыңыз. Бірінші мынау үшін шықты, екінші мынау үшін шықты, үшінші. Жалпы өйтіп айту мүмкін ба, мүмкін емес па? Бірінші мысалы, мына себептен біз шықтық, мүмкін болмады. Мына себептен үшеу. Жалпы бізде сұрайды, кім ұйымдастырды деп жиі сұрақ қояды. Мен айтар едім, біз өзі жалпы сөзді алда көшбасшы тұрса соған бағынып, соған ерген адамбыз ғой. Мысалы, таза біздің өзімізге қазақтың жігіттері келді, театр институтының. Құрманғазы, марқұм болып кетті, Үсіпхан деген жігіттеріміз, Бақытбек деген біз араласып құрласып тұрған актерларымыз. Ал жаңағы нүктелеп дұрыстап айтатын болсақ, бұл біздің жылдар бойы жүрегімізде бір жара тұрды. Неге қазақ қазақша сөйлемейді? Неге қазақ мектебі жабылып жатыр? Неге қазақтың қыз жігіттері мектеп бітіргесін қойбаға? Демек бірінші қазақ тілі деп. Қазақ тілі, тіл болды. Екінші рух болды, намыс. Намысымыз әбден бітіп, жойылып, тізеген батып, сол әбден қирап, енді басымызды көтере алмай тұрмыз. Сол намысымыз, жігеріміз. Үшінші. Неге өстеміз деп. Үшінші, біз келешекте қазақ елін сақтау керек. Осылай кете беретін болсақ, өшіп қаламыз, құл боламыз. Шындықты айту керек, даусымызды шығару керек. Яғни рух деген. Жақсы, сіз Жүсіпбек Аймауытов жөнінде жақсы зерттедіңіз. Өзіңізбен бірдекілі тілдесіп қалған кезде, жалпы Жүсіпбек Аймауытовтың ешкім білмейтін бірдекілі дерегін айта аласыз ба? Жүсіпбектің осындай дүниесі. Серік Қирабаев арқылы Жүсіпбекке кірдіңіз-ау деп шамалаймын. Жүсіпбектің мынандай дерегі осы зерттелмей жатыр. Немесе Жүсіпбек менің білуімше, бұл Мұхтар Әуезовтің ұстазы дейтін Ғабиттің өзінің сөзі бар. Осының Жүсіпбектің ешкім білмейтін бірдекілі дерегін келтіре аласыз ба? Дұрыс айтасыз. Жалпы алаш қайраткерлері өзі қазір бір ақырын есептесек 50,000-ден асады екен, 5,000-нан асады екен. Ал соның ең алдында тұрған державалық мықты идеяны, ұлттық идеяны ұстап тұрған енді ұлт көсемі Әлихан ағамыз, ұлт ұстазы Ахмет ағамыз, жалпы интеллигенциялық мына құрықты ұстап тұрған Жүсекеңдер,
Темірбек Жүргеновтер болған ғой, Әлімхан Ермековтер, Смағұл Садуақастар, бұлар енді алдында тұрған бір 20 шақты мықтылар болған. Енді Жүсіпбекке мен шынымды айту керек, мен рухани әкем Серік Исмайылович Қирабаев ағамыз, өкінішке орай ол кісі жоқ қазір. Сол Алаш, мен өзім танысуым да қызық болды. Жатақханада тұрып, алғашқы біздің Павлодар өңірінде қазақ филологиясы ашылған 3-4 адам болдық қой. Биыл 100 жасқа толады. Алғашқы Ермек Өтебаев деген ағамыз Алаш қайраткерлерінің ақталу кезінде қатысшы болған. Тіпті кейбір жасыратын жоқ, өзі мойындап кетті. Кейбір Алаш қайраткерлерінің ақталуына қарсы болған кісілер болған, әлгі осы Ермек ағамыз. Сонда бір үзілісі жүгіріп кеп Жұлдыз журналынан жаңағы Ақбілек романы үзінді, таң қалдым. Жүсіпбек Аймауытов, бірінші естуім, бұл кім? Біз енді сол кезде әуезовпен ғана тоқтап, ғайыппен тоқтап тұрған шақ. Сол жүгіріп кеп Ермек ағадан сұраймын, аға менен қараңызшы Ақбілекті. Сол күні мен өмірімде бірінші рет сабақты парды кешігіп келіп, ана қызығына түсіп кеткен ғой Ақбілектің үзіндісін Байғали Бейсеновтың аудармасымен оқып. Сонда бұл туралы әлі талай алдарынан небір мықтыларды оқисыңдар, соның бірегейі деген. Мен сөйтіп мен Жүсіпбекпен таныстым. Енді оны Қазақстанда тіпті жоқ деуге болады. Жүсіпбекті жоқтап мен Монғолияға бардым, Қырғызстанға бардым, Кемер облысына бардым, Францияға бардым. Сонда жаңа өзіңіз сұрақты дұрыс өте қызықты қойдыңыз. Не қызық бірінші деген, Голландияда әскер маршын араб тілінде жазып, француз тіліне аударма жасаған жазбасы. Кейін оны жаңағы біздің аудармашылар арқылы біз ғаскер маршы деп баспаға шығардық. Бұл бірінші мен таң қалғаным. Екінші, жұрттың көбісі мойындағысы келмейді оны. Мойындат, мына алаштанушылардың өздері айтқысы келмей тұрады, бірақ оның жазбаларында бар. Жүсіпбек Аймауытовтың көп тіл білгендігі, француз тілін еркін меңгерген, неміс тілінде еркін сөйлеген, испан тілінде еркін сөйлеген. Ол жазған қолжазбаларды біз Ғаза Нұржан екеуміз дайындап жатырмыз. Міне осы дүниелер. Екіншісі. Үшіншісі, бұл кісі өте мықты педагог болған ғой. Бұл кісінің мына тек қана психология емес, бұдан басқа 4 кітап жазып кеткен. Сол кітап қазір жоғалып кетіп отыр, бірақ енді біз енді бір сұраныс жасап жатырмыз. Сол мына Монғолия жерінде ол қаншалықты өтірік па шын біз оны білмейміз, зерттеуіміз керек. Сол қуғыншылыққа ұшыраған кезде сол жақтың шекарасына өтіп кеткен екен. Сонда сол жақта отырып, 2 жыл отырып, ол қай жылдар? Ол мына Шымкентке баратқанға дейінгі кезеңде сол жақта бір газет шығарыпты. Сол Монғолияда. Баян-Өлгей жақта. Сонда Таран деген ауыл болған, сол Таран ауылында жаңағы баспа. Бірақ енді біз қолымызды ұстамағаннан кейін біз білмейміз. Оны мына жақта Жан Айхан деген бір оқушымыз болатын, соның әкесі сол жақта. Еркін Жан Айхан? Иә, сол кісінің Болат Жан Айхан. Болат Жан Айхан, соның әкесінің ағасы сол жақта. Сол кісіні біз көріп едік, Жүсекеңді деген. Сонда жаңағы Таран ауылында газет шығарған. Міне сол дүниені біз естідік, бірақ оны дәлелдеу керек қой. Бірақ сол жерге біз барып, ол кісінің 20 шақты әңгімелерін, содан кейін Қызыл бидай, Сұлу шаш, Зәуреш деген әндерінің варианты Жүсекең екенін дәлелдедік қой. Сонда Жүсіпбек Аймауытов тек қана ән шырқап, немесе тек қана актер болып, әйел рөлдерін ешқандай айнытпай ғана ана Бәйбіше Тоқал Біржансал өзі ойнаған ғой. Содан басқа қараңыз, жаңағы балаларға арналған әңгімелері. Міне осының бәрін біз тауып отырмыз. Міне осы адам таңғаларлық. Бұның барлығы қазір әлі жинаққа толық кіре қойған жоқ. Жақсы, егер Жүсіпбек дәл қазір біздің ортамызға келсе, бірінші немен айналысқан болар еді деп ойлайсыз? Бірінші бұл кісі ұлттық білімді жаңашылдандырып, өзін бір жаңа реформа жасаушы еді деп ойлаймын мен. Сосын тіл тазалық, мына біздің ол кісі шешен сөйлепті. Шешендік, ел алдында сөйлеу. Соған жұмыс істеуші еді деп ойлаушы едім мен. Жақсы, сіз ұстазсыз. Сіз мұғалімсіз. Кафедра меңгерушісіз. Профессорсыз. Анасыз. Сосын осы қоғамның мүшесісіз. Жалпы осы міндеттің, мақсұт міндеттің ішіндегі ауыры қайсы? Ең ауыры
қазақ әйелі болу. Себебі Себебі қазақ әйелінің міндеті мен парызы, мінезі мен келбеті бәрі бір жерде тоғысып гармония болып тұру керек. Ол жақсы әйел болу керек, жақсы ана болу керек, жақсы әже болу керек, абзал әже, жақсы қыз болу керек, қазақтың қызы болу керек. осы арада мен сізді сәл пәл тоқтатайын. Сіз студент кезіңізде шашыңыз толар сағыңызды ұрған, біраз алыста бара жатқан, бұрылып қарайтын, жаныңызда жүрген, сүзіліп қарайтын қазақтың қызы болдыңыз. Қазір де сол қалпыңдасыз. Дегенменен сол сұлулықпенен қазақ әйелінің атын, арын, ұятын, әдебін сақтап қалу қоғамның қазіргі құндылығы асты үстіне түсіп жатқан шақтарда өмірде қазір неше түрлі дүниелер болып жатыр. Осы оңай ма, қиын ба? Ол адамның өзіне байланысты. Адамның ақылына, адамның жүрегіне, адамның ұятына байланысты. Егер қазақ әйелінің алдында ақыл мен ұяты бірінші тұратын болса, ұстанымында, ақыл мен ұят жүрген жерде тәрбие болады. Тәрбие тұрған жерде өмірдің заңдылығы тұрады. Яғни менің қандай тиісті міндетім бар, парызым бар, борышым бар, соны төкпей шашпай бір астаудай қылып ұстап тұру керек. Жаңа сіздің айтып отырған әлгі қыз күніміздегі жағдаймен әйел, ана, әже жағдайына жету үшін үлкен еңбек керек. Ол үшін мына ар, ұят, ниет, сосын көп оқу, көп білімді болу, жұртқа қамқор болу, асықтасып кетпеу керек. Көп атақ, жағдай, бір жақсылықтар болып кеткен кезде оған массанып кетпеу керек. Яғни жүрегіңдегі тепе-теңдікті сақтай білу керек. Сондықтан менің атақ даңқым да, жақсылығым да, қуанышым да, қайғым да, қайғырған кезде де, тіпті не бір әділетсіз көрген кезде жүнжіп кетуге болатын еді. Мысалы, мен бұл жағынан бақыттымын. Біз желтоқсан көтерілісінен келіп, осында Павлодарға жұмысқа келген кезде, менің кейбір қыздарым жұмысқа орналаса алмай қалды. Қоғам қабылдамады. Сөйтіп бүлініп кетті. Сөйтіп қоғам қабылдамады. Ішіп кетті, ажырасып кетті деген сияқты. Өмірден баз кешіп кетті. Ал менің келген жерімде, мысалы, Тәжібай аға Шаймер 3 күн ойланып, мені мектепке жіберіп жұмысқа алуы. Жақсы, мынаны айтыңызшы, сіздің ұғымыңызда жалпы ажырасу деген бұл не? Сіз ұстаз есебінде емес, азамат есебінде кейінгі жастарға деп айтып отырмын. Жалпы сіздің ұғымыңызда ажырасу, әйелінен кету, күйеуінен кету деген осы. Қазір тенденция. Ажырасу бұл трагедия. Ажырасу бұл өмірге деген көзқарасының өзгеруі. Ол енді әртүрлі, ол екі жақты да қарау керек. Мысалы, бізде жиі кездеседі, біреу жақсы, біреу жаман деп. Екі жақтында. Тіпті керек десеңіз, екеуінің бір-біріне деген сыйластығының да баға құн білмегендіктен болып жатуы мүмкін. Мысалы айтады, мен осының бәрін жасадым, сол ана адамға зиян болып кетуі мүмкін. Бәрін екеуіңіз дайындап бердіңіз. Көрдіңіз ба? Ол ойлайды, мен оның машинасын әпердім, үйін әпердім, киіндірдім, ішіндірдім. Ол осыны көтере алмай қалды. Қазақша айтпақша, қой семіз өтір, мына әйел сондай екен, немесе мына еркек сондай. Ондай әйелдер де бар. Не шер, не жерін білмейді, қолына келетін шаруасын әбден тойынған, сода не істейді? Далаға қарайды. Яғни бұл жерде бар мен жоқты, жақсы мен жаманды бірдей қатар ұстап, бір түйістікке бірге бара білу. Сосын енді мен енді оған екі жақты қараймын. Шыдамды бол дейді. Анау кризистік жағдай туып жатқан кезде осы әйел мен еркек, ол қанша оның әке шешесі, ата енесі, немесе қайнапасы, әлгі балдыздары жан-жақты ақыл айтқыш, немесе керісінше кедергі жасағыш болып жатады ғой. Осы жерде әйел мен еркек шыдап кету керек. Өйткені екеуінің тағдыры бір түйіседі. Осы жерде біз қазақтың ажырасуы осыған шыдамай қалады. Не әйел, не еркек шыдамайды. Өйткені еркек апасын тыңдап қалады, немесе шешесін тыңдап қалды. Мені шешем бүйтті, әкем бүйтті деп айтқаннан кейін
осы Жақсы, жерде рахмет. арбасынбас Айман өгізі апай, болмас жалпы мен болу мына керек. нәрсені білемін, Ақыл айту қиын өте. сіздер осында жас қыздарға арналған өзіңіздің клуб құрып, Қыз соның жібек. ішінде қаншама қыз жібектің ішінде қаншама қыздарды тәрбиелеп жатқан. Мен сұрақ қойып тұрған себебім сол. Екінші, жалпы бүгінгі күнде Торайғыров университетінің студенті ғана емес, ұстазы қандай болу керек деп ойлайсыз? Бір-екі критерийін айта аласыз ба? Мысалы, осындай болу керек деп. Жалпы өзі ұстаз деген сөз, ұстаз, оқытушы, мұғалім дегеннің ара жіктері соншалықты алыс емес. Ал енді біз қазір үйреніп кеттік қой ұстаз деген. Ұстаз ол ғұламалық, ұстаз ол бір данышпандық, ұстаз ол бір хакім ол деп қабылдаймын өзім. Ол жан жақтан бір жарқырап нұрын шашып тұрған тұлға болу керек. Енді қазір бәрін ұстаз деп жүрміз ғой. Соған мүмкін жету үшін мүмкін айтып жүрген шығармыз. Енді жалпы жоғары оқу ұстазы қандай болу керек десеңіз, бірінші мәдениеті болу керек деп есептеймін. Өкінішке орай қалтасында 7-8 дипломы бар, амандасуды білмейтін ұстаздарды көреміз. Кей кезде керемет жан жақты доктор, ғылым кандидаты, не болмаса PhD доктор, кей кезде белгілі бір көңілін толып бір жақсы жауап ала алмайтын, яғни білім жетпей жатыр. Жан жақта салалы, оның ішінде қоғамдық санасын, қоғамдық көзқарасын бір сақау, пікірін білдіре алмайды, не бір дұрыс батасын бере алмайды, немесе бір тілегін айта алмайтын, сондай бір адамдарды көреміз, сондай ұстаздарды көреміз. Ұстаз ол идеал ғой. Шәкіртінің алдына келгенде оның киім киісінен, жүріс тұрысынан, даусынан керек десеңіз, не болмаса оның көзқарасынан, оның жүріс тұрысынан бір ешкім қайталамайтын. Өзіміз айтамыз ғой, мысалы Серік ағаның осындай еді, не болмаса Серік Мақпыров ағамыз мұндай еді, не болмаса кім Мүсілім Базарбаев осындай еді, Шерезен Елеукенов ағамыз осындай еді, Бауыржан Омаров мен досым, оның сөйлеген кезде төгіліп тұруы, не болмаса Тоқтағазинның жылдамдықпен барлық ақпаратты жинап алдымызға төге салуы. Қазіргі айтып, енді Бұл сізге ондай айтуға мүмкіндігіңіз бар, себебі сіз Алматыда ұстаздардың қауымының ішінде сол жерде тәрбиелендіңіз. Бұл өте жақсы. Жалпы маған мынаны жауап беріңізші, сіздің ұғымыңызда махаббат деген не? Жалпы сіздің өзіңіздің бір басыңыз кеткен махаббатыңыз болды ма? Махаббат деген ол өте бір нәзік, өте бір сондай әдемі әлем. Ол бір шаттанып жүретін, энергиян көтеріліп жүретін, өмір сүруге құштарлық жасайтын бір кеңістік. Тіпті махаббатты ол қыз бен жігіттің, еркек пен әйелдің ортасында махаббат емес, сен жұмысыңа деген сүйіспеншілігің, бір нәрсеге құлшына кірісуің, Паралар өнесенде деген махаббат. Иә, балаға деген махаббат, тіпті немере, балаға махаббаттың түр-түрі көп қой. Бірақ осының ең ұшар биігінде бұл ләззат. Жақсы, рахат өмір сүру. біз біраз уақыт сіздің ішкі әлеміңізді ашуға тырыстым. Менің енді Серік Елікбайдың өзінің жеке қоятын сұрақтары. Сіз егер қазақтың өткен ұлыларының ішінде кездесуге мүмкіндігіңіз болатын болса, сіз кіммен кездескен болар едіңіз? Алаш қайраткерлермен кездесуші едім. Бәрімен бе, жоқ ішінде біреуді? Бәрімен. Бірақ бірегейі Әлихан ағаммен, Ахмет ағаммен, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжанмен. Жақсы. Сіздің идеалыңыздағы әйелдің аты кім? Кім ол? Менің идеалым дейтін әйелді кімді айтасыз? Жалпы мен әйелдерді идеал деп есептемеймін. Жалпы мен табиғатыма ұқсауға тырысатыным ол Абайдың әжесі Зере. Еркектердің ішіндегі, ер азаматтардың ішіндегі идеал деп кімді айтасыз? Жалпы мен үшін қазақ азаматы, мен үшін қазақтың ер адамы. Ер адамдарының жақсын көргім келеді. Ал мен үшін Бауыржан Момышұлы. Енді бүкіл бұл дүние бүгін бар ертең жоқ дүние ғой. 90-ға 100-ге келіп, сол кезге жетесіз деп ойлаймын. Әмин. Сіз бұл дүниеден кетіп бара жатқан кезде қандай соңғы сөзді айтам деп ойлайсыз? Қиындау сұрақ екен. Осы өміріме разымын, Аллаға шүкір деймін. Жалпы Айман Файзулла болып туғаныңызға өкінесіз бе, өкінсеңіз немесе өкінбейсіз бе? Ешқашанда өкінбеймін, өйткені Айман Файзулла қызының рухын, денсаулығын,
көзқарасын дүниесін қалыптастырған сол Айман Файзоллақызының өзі. Жақсы, сіздің бір ғана табынып немесе жақсы көретін ұстазыңыздың аты? Жалпы мен адамға табынбаймын, бірақ сыйлайтын, құрметтейтін бұл мен мектептегі ұстазым Ырымтай Омарқызы Рысбаева. Қазақ тілі әдебиетінен бүгінгі мен дайындап соған қазақ тілі әдебиеті мұғалім болуға негізімді қалаған. Бүгінгі қоғамдағы алып тастағыңыз келетін бір қасиет? Жемқорлық. Бүгінгі қоғамға керек осы қасиет дейтін болсаңыз, бір қасиет? Әділеттік. Жалпы қадірлі қауым, жиылған ағайын, тыңдап отырған ағайын, біз сіздердің алдарыңызда бүгін қазақтың аяулы қызы, біздің замандасымыз, қасымызда қатар жүріп адамның қадірін, адамның білуі деген өте қиын дүние. Бірақ шамамыз жеткенше ғайып дидарда бет-бейнесін ашуға тырыстық. Сіздердің алдарыңызда сұхбат берген біздің замандасымыз, қадірлі құрбымыз, досымыз Айман Файзоллақызы. Қош сау болыңыздар. Аманда кездесейік.